Түркістан облысы ауыл шаруашылық астық дақылдарының өнімі жыл санап артып келеді. Оның барлығы мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан қолдаулар арқасында дейді мамандар. 100%-дық меже толықтай орындалып, 825 мың гектар аумақты ауыл шаруашылық дақылдары қамтып отыр. Оған сайрамдық шаруалар да қарқынды үлес қосуда. Толығырақ егін алқаптарында болып қайтқан тілшіміз баяндайды. Түркістан облысы ауыл шаруашылық астық дақылдарының орташа көрсеткіші 2018 жылы 15 центнер өнімді құраса, 2019 жылы 19, ал 2020 жылы 21 центнерді құрап отыр. Мұндай оң көрсеткіш Сайрам ауданында байқалуда. Негізінен бау-бақша өсіретін аймақта биыл астық шығымы да мол. Өйткені аймақта егіс егудің озық технологиялары жүзеге асып, техникалар да жаңарған. Бұл жағдай астық өнімдерінің жыл сайын артуына ықпал етуде. Сондай-ақ бұған бір алқап, үш өнім бағытының да зор әсері бар дейді облыстық ауыл шаруашылық басқармасының басшысы. Облыс әкім бастамасымен былтыр жылдан бері бір алқаптан үш өнім алу жобасы іске асып жатыр, қарқынды. Былтыр осындай 127 ғана жоба іске асатын болса, биыл 1928 агроқұрылым 5200 гектар жерге осы бір алқаптан үш өнім алу жобасын бастады. Бұл облыста 127 ауылдық округте іске асып жатыр. Осы 1927 агроқұрылым биыл 5200 гектар жерден жалпы 60 мың тоннадай өнім жинады. Бір алқап үш өнім жобасы бойынша егін егетіндердің бірі Қалис Арманов. Ол арпа, мақсары және күздік бидай дақылдарын егумен айналысады. Жылына 30 центнерден кем өнім алмайтындығын айтады. 20 жылдан бері осы салада жүрген маман бүгінде 47 адамды жұмыспен қамтып отыр. Арпа орағын бітірдік, өнімі өте жақсы. Биыл өзі ауыл шаруашылығына сәл қатаңдау ауа райы онша жақсы болмай тұрғанның өзінде біз 28 центнерден өнім алдық арпадан. Енді бидайдан 40 центнер аламыз деп отырмыз. Құда қаласа ол уақыт көрсетеді. Қазір 300 гектардай жерді бастадық. Нәтижесі жаман емес. Айтып өтейік, аталмыш жоба аясында облыс бойынша 1928 агроқұрылым жұмыс істейді. Олардың 1600-і екінші өнімдерін егуге кіріскен. Сайрам ауданынан Перизат Ортай, Мұхтар Атабек, Бақытбайларов. Жаңалықтар.